Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірінші сабақ сөйлеу не үшін қажет тақырыбын өтетін боламыз. Бірінші жаттығу: суретке қара, оқы. Жер бетінде алуан түрлі тіршілік иелері бар. Солардың ішінде адам ғана сөйлей алады. Сөйлеу адамдардың бір-бірінен түсінісуі үшін қажет. Балалар, сөйлеу не үшін керек? Иә, ақылды балақай, дұрыс айтасың. Сөйлеу адамдардың бір-бірімен түсінісуі үшін қажет екен, иә? Олай болса, мына ережені есте сақтаңыздар. Біздің сөйлеуіміз тыңдау, айту, оқу және жазудан тұрады екен, иә? Өлеңді түсініп оқы. Әр нәрсенің мәні бар, әркімнің өз әні бар. Өз тілінде сөйлейді жердегі жан-жануар. Бүркіт барыс қасқырда, дауысынан танылар. Ана тілін білгеннің маңдайының бағы бар. Өлеңнің авторы Несіпбек Айтұлы. Балалар, өз тілінде сөйлейді дегенді қалай түсінесіңдер? Балалар, дұрыс айтасыздар. Өз тілінде сөйлейді деген, мысалы біз бүркітті алайық, иә? Бүркіт, барыс, қасқыр не істейді? Бұлар әрқайсысы қасқыр мысалы у деп уілдейді, иә? Сол арқылы олар бір-бірін түсінеді, иә? Бүркіт, барыс та, жаңағы қоян да, иә? Барлықтары өздерінің белгілі бір шығаратын үндері бар екен, иә? Сол үндері арқылы олар бірін-бірі түсінеді. Соны айтады, өз тілінде сөйлейді деп, иә? Әйтпесе, жан-жануарлар негізі сөйлей алмайды, иә? Сөйлей алмаса да, өздерінің ымдары, шығаратын дауыстары арқылы олар бірін-бірі түсінеді екен. Мінекей автор өлеңде соны айтпақшы. Балалар, сіздерге екінші жаттығу түсінікті болды деген ойдамын. Олай болса, үшінші жаттығуға назар аударыңыздар. Көркем жаз, әлдинен ананың, үйрен ана тіліңді. Балалар, мінекей осы өлеңнің жолдарын дәптерлеріңізге қатесіз, көркем түрде көшіріп алыңыздар. Төртінші жаттығуға назар аударыңыздар. Ал енді балалар, төртінші жаттығуда бізде сәйкестендір дейді. Олай болса, бірге табайық, иә? Қарқылдайтын бізде не? Дұрыс айтасың балақай, қарқылдайтын қаз екен, иә? Ал қаңқылдайтын не? Қаңқ ететін, иә, ол қаз екен, иә? Шиқылдайтын, шиқ деп жүреді, иә? Ол бізде торғай екен, иә? Ал ырылдайтын, өте дұрыс айтасың балақай, ырылдайтын бізде ит екен. Балалар, бүгінгі біздің ана тіліне берген бірінші сабағымыз осымен аяқталды. Сабақта сіздер өте белсенді болдыңыздар, өте жақсы көңіл күйде болдыңыздар. Рахмет. Кері байланыстарыңыз үшін рахмет. Сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Олай болса, келесі жаңа сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.